басты негізі, халықтың алтын діңгегі. Ол әр адамның бойына ана сүтімен бірге еніп қалыптасады. Адамды мұратқа жеткізетін ана тілі. Біздің ана тіліміз қазақ тілі. Қазақ тілі шексіз бай, шұрайлы, тегеуріні мықты тіл. Ана тілім, жүрегісің анамның. Жүрек ана, мен өзінен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін. Сенсіз мынау керегіне ғаламның. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем. Сен арқылы тіршілікпен тілдесем. Ел бетіне қалай түзу қараймын. Ана тілім, егер сені білмесем. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтардың басын біріктіруші фактор қазақ тілі. Сондықтан мемлекеттік тілдің мәртебесін баршамыз бірігіп көтеруіміз қажет деген болатын. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлін күшейтіп, ұлтаралық қатынас тілі дәрежесіне көтеруіміз керек. Осы мәселе жайында домбырашы, әнші, тіл жанашыры Әлпейісов Ернұр Сабырұлымен сөз қозғаймыз. Ернұр Сабырұлы, қазақ тілінің өрісін қалай кеңейтуге болады деп ойлайсыз? Ең алдымен бұл игіске мемлекеттен қомақты қаржы бөлінуі тиіс. Одан кейін өзге ұлт өкілдері қазақ тілін жетік меңгерсе, оларға қолдау көрсету керек. Мысалы, дүкенге барған кезде өзге ұлт өкілдері қазақ тілінде сөйлесе, оларға бонустар берілуі керек. Осы тілімізді үйренуге қызығушылықтар туғызар еді. Мысалы, қазақ тілін жетік меңгерген өзге ұлт өкілдеріне мемлекеттен сыйақы берілсе, олардың қызметтерін жоғарылатса, оларды арнайы марапаттап отырғанымыз дұрыс болар еді. Содан кейін ауыл жылы, жастар жылы сияқты әр саланы дамытуға арнаймыз ғой. Сол сияқты осы жылды мемлекеттік тіл жылына арнасақ деген ойдан. Ернұр Сабырұлы, ой пікіріңізге көптен көп рахмет. Еңбегіңіз жемісті болсын, әрқашан биік шыңдардан көріне беріңіз. Бабамның тілі баламның мәңгілік өшпейтін тілі болуы керек. Сондықтан қазақ тілінің абыройын бірге асқақтатайық. Құрметті қазақстандықтар. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адамның тірі.